Mine, men keldim. Ey Yerusalim, qarşı alыңдар ең алғашқы соңымнан ерушілер. Ей, тоқта, сен өзіңнің Құдай екеніңді қалай дәлелдейсің? Дәлел керекті. Ал онда менен қалағандарыңды сұраңдар. Мен беремін. Саған не керек? Егер рас Құдай болсаң, мені емдеп келшіп берші. Оп, оңай. Келесі. Ей халайық, тыңдаңдар. Бұл туралы Нух, Мұса, Иса, Мұхаммед пайғамбарларымыз айтып кетпеді ме? Қараңдар, мұның маңдайында анық кәфір деген жазу бар. Және көзі де солған жүзім тәріздес. Балақай, мен бәрін білем. Сенің жақында ата-анаң қайтыс болды ма? Мен ендеше ата-анаңды тірілтемін. Ал, уақыт келді. Таңдаңдар менің құлдарым. Таңда, тозақ па, әлде жәннат па? Әрине жәннат. Жарайды, таңдауың керемет. Кеттік менің 70 мың армиям. Ей отбасы, естуімше мұнда дәджал келеді. Қаштық. Тезірек, балалар, тоқтайық мына жерде. Иә, мұна ағашпен көрші жақсы. Қоныстанайық, сүйшейік. Дәджал келсе, бір қауымға бірақ келеді. Жеке-жеке бізді іздеп жүретін уақыт жоқ ода. Ей, Абдулла, естідің бе? Құдай жерге түсіпті дейді. Ей, қой жоқ, ол мүмкін емес. Құдай білет, ол дәджал болса керек. Жұрттың айтуы бойынша оның маңдайында кәфір деген жазуы бар. Бір көзі солған жүзім тәріздес екен. Рас па? Онда ол нақты дәджал. Дәджал ма? Сенімдісің бе? Иә, мен сенімдімін. Бірақ ол құдіретті. Адамдарды тірілте алады және емдей алады. Ей, өзіңді қолға ал, хадистерді еске ал. Менің барлық туыстарым сонда кетті. Ештеңе етпейді. Онда барсаң, оралмайтыныңды білесің ғой. Маған енді бәрібір. Сендер әрдайым кінәлісіңдер. Жоқ, сендер кінәлісіңдер. Өтірік айтасың. Сен түсінбейсіңдер. Сендер үшін біз ақыретте жауап береміз. Рахаты, құрбандар өздері-ақ келеді.